Ол үшін үш түрлі жұмыс атқару керек деп ойлаймын. Біріншіден шынында да заңды пісіру керек. Толық зерттеп дүние жүзіндегі қалай қорғайды мысалы. Бізде енді жылына бір әрқайсымыздың ақпаратымыз желіге 5-6 рет шығып кететін болды ғой, тіпті оған қарамайтын да болды. Бірақ оны жаңағы басқа арам пиғылдағы адамдар қалай пайдаланып жатқанын білмейміз, мысалы. Екінші, заң толықтырудың екінші міндетті түрде менің ойымша бірден осы бір қаражат, жеңіл қаражат алу төңірегінде ғана дамытпай, жасанды интеллект. Күнделікті біз жеп жүрген нанымызды жылдам пісіретін, болмаса дәмді пісіретін бір осындай бір қарапайым заттардан бастайтын болсақ, мысалы, отырдық мысалы, мынаны қайнату үшін мысалы қанша электроэнергия керек, мысалы, келдік қоя салдық, мына су қайнап кетті. Болмаса жаңа адам денсаулығына пайдаланатын бізде тәжірибемізде болды ғой, студенттер, Назарбаев университеті мысалы, қазір бір телескоп ойлап тауып жатыр екен, ол ойлап тапқан. Қазіргі таңда рак ауруының мысалы сондай телескоп арқылы 100%-тен 10% көре алады екен олар. Қазіргі бар мүмкіндік. Анау біздің қазақ қана оны ойлап отырған. 90% ашады. Міне осындай адам баласының күнделікте тұтынатын, денсаулығына пайда әкелетін тұстарда біз егер көбірек пайдаланатын болсақ, сол кезде бізде мысалға жасанды интеллектке деген құрмет пайда болады.